Атырауда жайықтың суы тәулік сайын көтерілуде. Тасқынға қарсы жаға бекіту жұмыстары әлі жүріп жатыр. Бүгінге дейін жаға биіктетіліп, 510 шақырымнан асатын бөгет тұрғызылды. Толығырақ ахуалды Нұрсұлтан Нұрсейіт баяндасын. Атырауда жағалауды нығайту жұмыстары аяқталуға жақын, жоспарланған 523 шақырым бөгеттің 510-нан астам шақырымы салынып бітті. Оған 1400-ге жоқ техника мен 15 000 адам жұмылдырылған. Жауаптылар қала іргесіндегі Еркінқала, Қайыршақты ауылдық округтеріндегі жұмыстарды жуырда бітіреміз деп отыр. Су деңгейі бүгін Индер гидробекетінде 25 сантиметрге көтеріліп 7 метрге жуықтады. Ал Махамбетте 7 метр 64 сантиметр, Атырау қаласында 4 сантиметрге көтеріліп 446 сантиметрге жетті. Қауіпті межеге 1,5 метрдей қалды. Әлі де Қазгидрометтің болжамы қауіпті деңгейден сәл жоғары көрсеткішті беріп отыр. Естеріңізге сала кетсек, Атырау қаласында қауіпті деңгей бұл 550 сантиметр болып табылады, ал күтілетін судың көлемі 600 сантиметрді құрап отыр. Дегенмен де қазіргі біздер соңғы осы дайындық жұмыстарында пысықтаған нәрсеміз бұл біздер 7,5 метрдің үстінде судың көлемін қабылдайтындай мүмкіндігіміз бар. Ең басты мәселе олардың сапасында болып тұр. Сол себептен де қазір салынған бөгеттердің сапасына ерекше ден қоюдамыз. Құрманғазы ауданында Қиғаш пен Шарон өзендерінде де көтерілу байқалады. Қиғаштағы деңгей 3,5 метрге жуықтаған, ал Шаронда 2 метр 9 сантиметрді құрады. Мұндағы жағдай Волгоградтағы қоймадан келетін су көлеміне қарай өзгеріп отыр. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атыраудан.